Сәлем достар, бүгін сіздермен ағылшын тілінің әліппесі жайында сабақ өтетін боламыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп отырыңыздар. English with Nur Saule деп аталатын YouTube каналыма қош келіпсіздер. Яғни English Alphabet деп аталынады. Бізде бүгін бірінші сабақ өтеміз. Ағылшын тілінің әліппесімен таныс боламыз. Яғни ағылшын тілінде қанша әріптен тұрады, қанша дауысты дыбыстан, қанша дауыссыз дыбыстан тұратын жайлы толық айтып өтеміз. Жалпы ағылшын тілінде 26 әріп бар. Оның бізде 6-ы дауысты дыбыс, қалған 21-і бізде дауыссыз дыбыс болып тұрады. Ал Y деген әріп бізде Y деген әріп ол дауысты да, болмаса дауыссыз да қызмет атқара береді. Таныс болайық енді алфавитпен. Бірінші әріп бізде A әрпі, я? A. Одан кейін бізде B, C, D, E, F. Сіздер көріп тұрғандай, мына біріншісі үлкен, одан кейін F кішкентай әріппен берілген. G, H, I, үлкен I және кішкентай I, жазылу осылай жазылады. J, K. Құрметті достар, менен кейін қайталап жаттап алсаңыз болады. L, M, N, O, P, Q, R, T, W, одан кейін бізде X, Y әрпі, үлкені, кішкене жазылды. Соңында Z-пен аяқталынады. Рахмет, құрметті достар, назарларыңызға. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырып өтсеңіздер болады.